алайық? Тұрып амандасып алайық. Саламатсыңдар ма? Отыра қойыңдар балалар. Бүгінгі көңіл күйлерің қалай балалар? Жақсы! Менде де жақсы көңіл күй. Дәл осы жақсы көңіл күймен балалар, біз топқа бөлініп отырмыз. Топтарымыздың атауын анықтап алайық, балалар? Ол үшін мен сендерге алдарыңа мозаика түрінде мозаика әдісі, бұл да сендерге берем. Сендер құрастырып, топтарының атын анықтап аламыз. Жарай ма, балалар? Клей берем қазір. Жанерке ана жерден клейді алып беріп жүрші. Клей барлар өздерің ала беріңдер клейден. Байланыстырамыз да, сосын қай сөйлем түріне жататын анықтап аламыз. Сосын біздің тақырыбымыз шығады, топтардың атауы шығады. Дайын болғандарың балалар, шапалақ әдісімен белгі береміз. Түсінікті ма? Енді құрай бер. Ал. Болдық па балалар? Қай топ дайын? Бола қойындар. Белгі береміз, болған топ шапалаға ұруға түсін. Ал. Сендерде қандай сөйлем түрлері шықты балалар? Оқиықшы. Жұмыстан кешігіп қалдың ба? Самат ойнадың. Ойыншықтарды жинадың ба? Екі көзің не үшін керек? Бұл сөйлемнің қай түріне жатады? Сұраулы сөйлем. Балалар, олай болса сендердің топтарының аты сұраулы сөйлем. Оқимыз дауыстап. Біз ауылда әжеме көмектесіп жүрміз. Біз судың жанына жақындадық. Атам жайлауда мал бағып отыр. Бұл сөйлемнің қай түріне жатады? Хабарлы сөйлем. Жарайсыңдар. Хабарлы сөйлем түріне жатады. Ал сендерде балалар? Лепті. Оқып жібереміз. Оқимыз. Айлен оқи ғой. Алақай, қандай жер? Керемет. Иә, сен оқи ғой Айлен. Алақай, кембік қошақ шықты. Жақсы. Сен оқи ғой. Оқып жерші. Есік алдын шашпа. Дұрыс. Бұл сөйлемнің қай түріне жатады? Лепті сөйлем. Олай болса балалар, біз ережелерді айтып жіберейік, сұраулы сөйлем дегеніміз не еді балалар? Сұраулы сөйлем. Тұрып айтамыз. Бір нәрсені жоқ. Жауап алу мақсатында айтылған сөйлемдерді сұраулы сөйлем деп. Жарайсың, сұраулы сөйлем. Хабарлы сөйлем дегеніміз. Айта ғой. Хабарлы сөйлем деген хабарлап жатқан сөйлем. Толықтырып жіберші, Ерасыл. Хабарлы сөйлем дегеніміз хабарлап бір нәрсені. мақсатында айтылған сөйлемді хабарлы сөйлем дейді. Жақсы, өте жақсы. Балалар, сендерде айта ғой. Лепті сөйлем. Лепті сөйлем көңіл күймен беріп сөйлем. Сөйлем түрлерін. Дұрыс, сөйлем түрлерін айтады екенбіз балалар, Өте жақсы балалар. Олай болса біз топ атауларымызды анықтап алдық балалар, Енді біз әдеттегідей өзіміздің күнделікті сабақта қолданып жүргендей не істейміз? Нейро жаттығуларын орындаймыз, Миға шабуыл әдісі. Кеттік. Бірінші оңай түрінен бастаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Өткен сабақта қазір мен бастаймын, сен аяқтады ойынын ойнаймыз. WordWall программасы арқылы сабақтарды есімізге түсіріп аламыз. Түсінікті ма? Барлығымыз бірге айтамыз балалар. Сөздің басы басталады, аяғын сендер айтасыңдар. Түсінікті ма? Қай ашықты? Бірді таңдайғы. Хабарлы сөйлемнің соңына жарайсыңдар. Екінші. Сөйлемнің соңында нүкте қойылады. Сөйлемдегі сөздер бөлек-бөлек жазылады. Жарайсыңдар. Оның бәрін біз есімізге түсіріп жатырмыз. Бұның бәрі өткен сабақтар, Сөйлемнің бірінші сөзі жарайсыңдар, бас әріптен бастап жазылады. Сөйлем аяқталған. Жарайсыңдар, өте жақсы. 6 қалды бізде.
жауап алу мақсатында айтылған сөйлем сұраулы сөйлем деп аталады. Жарайсыңдар балалар. Бұл сабақтарды біз өттік, есімізге түсіріп алдық балалар. Енді біз жаңа сабағымызбен танысып алайық балалар, я? Бүгінгі сабағымыз балалар 48-ші сабақ сұраулы сөйлем. Бұл сабақ бізге 3 сағатқа берілген балалар, я? Бүгін біз соның 3-ші сабағын өтейін деп жатырмыз балалар. Сабақтың балалар мақсатын түсіндіріп кетейін сендерге. Сабақтың мақсаты сөйлем түрлерін анықтауды үйренеміз. Дерек көздерден сөздерді табуды үйренеміз. Және жазу жазған кезде кіші әріп пен бас әріптің мөлшерін, көлбеуін бір-біріне байланыстырып, көлбеу әдемі етіп жазатын боламыз. Түсінікті ма сабағымыздың мақсаты? Жақсы. Ал олай болса, оқулықпен жұмыс балалар, кітаптарымызды ашамыз. Оқулықпен жұмыс болады. Аштық па? 94-95-ші бет. Бізде балалар 46-шы жаттығу берілген екен. 46-шы жаттығуда мен берілген оқимын, сосын арғарай оқитын боламыз. Түсінікті ма? Самат өзінің қарындасы еңлікке өлең оқып отыр. Ал еңлік болса, өлеңдегі сұрақтардың жауабын таба алмай қиналды. Еңлікке көмектесейік. Ол үшін төмендегі өлеңді тиісті дауыс ырғағымен оқып, сұрақтардың жауабын дерек көздерден іздейік дейді балалар. Бұны өлең берілген екен. Осы жерде өлеңді балалар әр топтан екі-екі оқушыдан оқытайын, я? Ары қарай бағалайтын парағымды айтам. Айта ғой. Бұлттар неге ауады, жаңбыр неге жауады, шағыл неге көшеді, жарық неге өшеді. Жақсы. Тағы оқиға Адина. Екінші. Аттар неге шағады, жұлдыз неге ағады, орман неге шулайды, теңіз неге тулайды. Я, осы өлеңді қазір бірінші оқып аламыз, одан кейін осыған жауап іздейтін боламыз. Түсінікті ма? Және сұраулық мағына беріп тұрған сөзді табамыз. Яқтан Бекзат оқи ғой біріншісін. Бұлт неге ауады? Бұлттар неге толықтырып оқимыз. Бұлттар неге ауады, жаңбыр неге жауады, шағыл неге көшеді, жарық неге өшеді. Оқи ғой екіншісін. Маса неге шағады, жұлдыз неге ағады, орман неге шулайды, теңіз неге тулайды. Жақсы, сендерден кім оқиды? Оқи қойшы Айлен, өткенде құм. Оқи қой. Бұлттар неге ауады, жаңбыр неге жауады, шағыл неге көшеді, жарық неге өшеді. Оқи қой. Екіншісін. Маса неге шағады, жаңбыр неге жауады, Жұлдыз неге жұлдыз неге ағады, орман неге шулайды, теңіз неге тулайды. Я, балалар, бұл жерде сұраулық мағына беріп тұрған сөз неге деп тұр, я? Қайта-қайта сұрап тұрма бізден. Неге, бұлттар неге ауады, жаңбыр неге жауады, шағыл неге көшеді, жарық неге өшеді дейді. Осыған балалар біз алғашқы 4 қатарына жауап іздеп көреміз қазір. Қалған 4-еуін үйде іздеп келесіңдер. Түсінікті ма балалар? Ал, бұлттар неге ауады дейді. Бұлттар балалар ауа массасының ағымына байланысты қозғалады екен, яғни ауады екен. Түсінікті ма балалар? Айсұлтан, тыңдаймыз. Енді жаңбыр неге жауады? Жаңбыр, ал айта ғой. Өзен, көлдегі сулар қатты күннің ыстығында не істейді? Буға айналып, қайтадан өзімізге не қылады? Бұл физикалық құбылыс екен, я балалар? Жақсы, отыра ғой. Шағыл неге көшеді дейді? Дұрыс, шағылды біз алдыңғы бір сабақта, әдебиет сабағында ма өттік, я? Сандықшадан астына жазып алған болатыныз. Ол құм екен балалар, шағыл деген. Ол яғни дауыл болған кезде, жел болған кезде дұрыс көшеді екен. Жарық неге өшеді дейді? Жарық неге өшеді? Я, электр дұрыс жұмыс жасамаса өшеді екен. Жарайсыңдар балалар. Балалар, біз алғашқы 4 қатарын таптық, я, осы жерден. Енді 4 қатарын сендерге үйге, 4 қатарын үйде тауып келеміз. Түсінікті ма балалар? Енді біз балалар дәптермен жұмыс жасаймыз.
Дәптерімізді ашамыз. Дәптерімізді ашамыз. Аштық па? Дәптерде балалар 47-ші жаттығу бізге сөйлемдер берілген екен. Сол сөйлемдерді балалар біз сұраулы сөйлемге айналдырып жазуымыз керек екен. Ол үшін балалар мына дәптерлеріңді ашып бүгінгі күнді жазып аламыз. Жазыңдар ма? Тағы жазып алыңдар, жазып. Жазып қойма. Жазсаң 47-ші жаттығуды орындаймыз орнымызда отырып. Бараймыз. Бізде бағалау парағы бар. Осы бағалау парағына қарап, мен сендерді бағалап отырамын. На топтан таратып жіберші, сен келе ғой. Әдеменде жұмыс болсын. Кім шығады тақтаға? Шыға ғой Айсылу. Айсылу шығады. Тағы бір оқушы шықсын. Тақтаменде жұмыс болсын. Орнымызда отырып өз бетімізше орындаймыз. Және тақтаменде жұмыс болсын. Бұған балалар бізде 4 балл екен. Қараймыз. Өзін-өзі бағалау парағында 4 балмен бағаланады екен. Ол үшін біз жағына сабағымыздың мақсатында айтып кеттік, жазу жазған кезде кіші әріпті, үлкен әріп, бас әріпті не істейміз? Бір-бірімен байланыстырып, әдемі, көркем етіп, таза етіп жазамыз дедім. Соған мән беріп, оған да балалар бал беріп кетем, бағалап кетем. Ұстап отырамыз, күнделікті сабақта айтылып жатыр ма? Тақтадан бірінші болған оқушылар болса, маған белгі береміз. Балалар, ол 4 балмен бағаланады. Бүгін 4 бал деп тұр. Болғандар 4 деуін бояп қойды. Алғашқы 6 адамды ғана бағалап кетемін бұл жерде. Қанша болдың деген? Болдың ба? Қан, әке. Қан? Қатесі. Сен де өзіңе 4-еуін бояп қой. Ал, жақсы балалар, мен 6 баланы бағалап кеттім. Қалғандарымыз аяқтаймыз. Көпсіміз аяқтап қалдық қой. Енді балалар, біз 48-ші жаттығуға қарайықшы. 48-ші жаттығуда атанам. Кеше келсем бола ма деп сұрап еді. Келіңіз. 48-ші жаттығуда балалар, бізде өлеңді тиісті дауыс ырғағымен оқы дейді. Бұл жерде бізде күнделікті сендер дене шынықтыру сабағында оқып жүрген өлең екен. Оны біз қазір тиісті дауыс ырғағымен оқуымыз керек. Кім оқиды? Адина оқи қойшы. 2 қатардан ғой балалар, 2-2-ден оқытам тағы да. Оғанда? Президент сізге кім керек? Еріңізге тілі алғаш болса сондай ұл керек. Қазір айтам. Бізден сізге кім керек? Не кезекте? Тіл алғыш. Болса сондай ұл керек. Жақсы. Тағы. Болса сондай ұл керек. Жақсы. Айсылу оқи ғой біреуін. Мағына беріп тұрған сөз кім керек деп тұр ма? Сұраулы сұрап тұр, Ал бұйырып тұрған сөз бізге сондай ұл керек дейді. Бұл жерде дұрыс. Тыныс белгілеріне назар аударыңдар ма? Енді бұл жерде балалар бетіп жазып қойыпты. Өлеңнің жалғасын өзің жалғастырып көр дейді. Ең қызық жері осы екен, Ал мен айтамын, сендер өздерің жалғастырып көріңдер. Жарай ма? Ақ терек, көк терек, бізден сізге кім керек? Жақсы, енді бізге қыз керек екен, сендерге на жақтың бәрінде ол керек деп жазыпты. Жарайсыңдар балалар. Біз топпен жұмыс жасайтын боламыз балалар. Ол үшін мына ортадағы топқа жауыңғырт әдісін беремін. Мына жерде сөйлем, міне шылаушынға көмектес дейді. Мына жерде сөйлемдер берілген суретімен байланыстырып, ұзын қылып жауыңғырт құрасыңдар. Түсінікті ма? Мынау кадр әдісі арқылы отырамыз. Кадр әдісі өздерің ақылдасып алыңдар, сұрағын дұрыс па, дұрыс емес па, бір-бірімен ақылдасып, болғаннан кейін сендерден сұрайын. Түсінікті ма? Ақылдаса беріңдер. Суретпен берілген астындағы сұраулы сөйлемін тауып бір-бірімен байланыстырып айтасыңдар. Ал шетінен шыға қойыңдар. Дауыстап оқып басамыз. 1 балл. Не істеп тұр суретте? Сағат неше болды? Баса қой. Өзіңе 1 балды бояп қой. Айта қой. Болды ма? Дұрыс. Бүгін сенің туған күнің ба, Болдың ба?
Dұрыс. Құлап қалдың ба? Сабағыңды оқыдың ба? Дұрыс. Бәрекелді. Енді балалар, біз орнымыздан тұрып, сергіту сәтін орындаймыз балалар. Тұрамыз орнымыздан. Кән, әдемі болып тұрамыз, столдарымызды кіргізіп қоямыз. Кәні. Ал. Кеттік. Болып орындауға болады екен 49-шы жаттығуды. Ал топтан екі оқушыдан дайындалыңдар. Біреуің жауабын оқисыңдар, екінші оқушы не істейді? Сөйлемге айналдырады. Түсінікті ме? Кім оқиды? Ал жауабын оқиғыш. Балалар, сабыр сақтаймыз. Өскенде ұшқыш болғым келеді. Сұрауылға айналдыра ғой. Жоқ, сұрауға айналдыр мынаның сөзін. Өскенде ұшқыш болғым келеді. Өскенде ұшқыш болғым келеді. Иә, дұрыс. Осылай айналдырамыз. Сендер де өздеріңе бояп қоямыз. Ал, бағалау тапсырмасы. Бұл жерде балалар мынау қандай жануар? Иә, панда не жейді? Иә, бізге олай болса осы жапырақтар, бамбук ағасын жапырақтар түсіп қапты. Мен соны теріп келдім сендерге. Осы жерде сөйлемнің түрлері берілген екен. Тез ауызша оқып кетеміз. Түсінікті ме? Міне. Бүгін күн жылы. Не істеп тұр? Сұрап тұр ма, хабарлап тұр ма? Хабарлап тұр, дұрыс.